мен құрметті көрермендер, біз бүгін осындай ерекше салат дайындайтын боламыз. Бұл мен құрамын жаза кететін боламын описанияға. Бірінші біз осылай үккіштен өткізіп аламыз. Сәбіздерімізді өткізіп болған соң сірке сумен кәдімгі суды дайындаймыз. 150 грамм. Міне біз жаңағы видеода көрсеткендей осылай қалың қылып өткізіп алдық. Енді біз қызыл бұрышпен жұмыс жасаймыз. Қызыл бұрышты жақсы көретін адамдар бар, не жақсы көрмейтін адамдар бар. Сондықтан қалаған мөлшерлеріңізде салуларыңызға болады. Және де тұзға келетін болсақ, түрлі ағзаға пайдалы тұздарды да салуларыңызға болады, себебі олар өте пайдалы және ағзаға ешқандай зияны жоқ. Осы кезде біз өзіміздің сарымсағымызды өткіштен өткізіп аламыз және майымызды да қыздырып ала аламыз. Жаңағы тұзды да қызыл бұрыш сияқты айналдырып семеміз. Міне майымыз да дайын болды. Енді осыны бетіне құйып шығамыз. Бірақ сіздер құйғанда абайлаңыздар, себебі ол қатты шашырайды, қолдарыңызға тиіп кетіп мүмкін. Енді сірке суымызбен суымызды дайындаймыз. Сірке суымызды 2 шай қасықпен құйып, жақсылап араластырып, жаңағы сәбізімізге құямыз. Құйып, араластырып, осындай дәмді салат шығарамыз. Ал енді ас болсын, маған подписаться етуді ұмытпаңыздар. Лайк!